Таң атпай мынаны қараңыздар. Нашарлап қалыпты. Екіде екі болма. Қазір анағанда әрлейміз. Мен почти неде жүрмін ғой. Жібек жолы бар ғой. Көріңіздер. Алдымыздан қазір ұшқоз шығады. Мына қараңыздар. Ең пик жерінде тұрмын, бірақ заказ жоқ. Эконом қосайын десем шошып тұрмын. Шошып тұрмын бар ғой. Мен оған дейін мына екі заказды орындадым, қараңыздар. Әдемі ғой, мынау 19 километр, мынау 6 километр. Екеуі де комфорт. Эконом қосып көреміз. Ау. Ай, не успел. 3-4 километрден ғана беріп еді. Что-то не успел. Ладно, екіншісін берсе аламыз. Слишком алыстан беріп жатыр бар ғой. Bir şey bol şey. Şalmavuz Yandex. Komfortмен беріп тұр. 4-2 километр, Абая 25. Коэффициентпен берші. Жалмауыз. Әйтеуір осылай отырып заказсыз қалып кетпесем болды, мен бар ғой. Мынаны қара, не іздеп тұр? Абычы беріп тұрған мынау. Короче, бар ғой. Бірде 9 километрға заказ берді. Короче, экономды өшіреміз. Ана дән комфорт алған жақсы мерде. Мың 150 мен алдым комфорт. Қайда алғанымды да білмеймін. Кенесары 8-ге дейді. Әдемі заказ әйтеуір. Немен алдым бар ғой, коэффициентпен. Нау алдымызда тұрған вокзал. Новый вокзал. Қателеспесем, сол жерден шықтым мынау. Заказ. Бағана заказды алып келдік қой біз. 3870 теңгеге. Неше минут жол жүрдік? 13 километр, 39 минут жол. 4 заказ. Енді мынандай. Қандай дейміз мынандай заказдар? Сондай заказдар басталды. 1,5 километрден келдім. 2 километрге алып барам. Сондай, короче. Ассалаумағалейкум, достар. Қазақша каналға қош келдіңіздер. Достар, бүгін міне, бірақ алыстан түсіп тұр, 2-де 9-дан түсіп тұр, алмаймыз. Амал жоқ. Қысқа заказ, еще 3 километр бар болу керек. Достар, бүгін ақпанның 2-ші числосы, 2-ші ақпан, біз жұмысты бастадық, таңертең ерте бастадым. Ерте бастағанда, бірақ 6 заказ орындадым. Себебі шықтым да 2 адреспен Учхозға кетіп қалдым. Гольфтың қасына.
алтак заказ орындадым, бірақ жақсы, барлық заказдар әдемі жақсы суммамен шықты. Енді қазір левыйда отырмын. Құдай қаласа, бүгін жақсы көрсеткіш көрсету керек. 20 мыңнан асыру керек. Как минимум 20 мың жұмысқа шықтым ба, как минимум 20 мың жұмыс істеуім керек. Енді 25-30 болса бола береді, бірақ как минимум 20. Бүгін негізі көп пландар бар. Үлгеріп жатсам видеоларды ерте бітіріп пландарға өтеміз. Себебі жаңадан видеолар алу керек, жаңа проекттер бар. Солай достар. Жаңалықтар өте көп. Айтпақшы, бірінші жаңалық Демержан Карменов, яғни Демик неде, Инстаграмда. Сол Демержан подкаст жасады. Сага как в кино. Қызыл китайский драконда жүретін сага бар ғой, как в кино. Сол үйге подкаст жасады. Сол енді мені екінші қонағы ретінде мені шақырып жатыр. Мен мына видеоның астында описанияда ссылка қалдырам. Соған кіріп, маған қоятын сұрақтарыңызды соның астында қалдырсаңыздар, сіздердің 10 мың теңге ұтып алатын нелеріңіз бар, мүмкіндіктеріңіз бар. Себебі ішінен ең ұнаған сұрақты мен таңдаймын. Ол Инстаграмда сол посттың астында қалу керек сұрақ. Оны подкастта маған сұрақ ретінде қояды Демержан. Оның ішінен мен ең жақсы сұрақты таңдап алам. Соған 10 мың теңге Демержан береді. Солай, екінші жаңалық достар, екінші жаңалықты көрсетейін. Құттықтап қойсаңыздар болады. Естейін, Каспиді қалдырайын ба? GoPro. Қазір ішін ашам. Неке GoPro. Барлығы бар. Әлі машинаға орнатқан жоқпын. 220 мың теңгеге алдым. 220 мыңға алдым. Флешка алдым. 15 мыңға. GoPro. Әдемі, құдай қаласа, жаңа проекттерді осымен түсіретін боламыз, достар. Құттықтап қойсаңыздар болады. Еще Каспий номерді астына қалдырып кетемін. Осылай, достар. Менде 6 заказ 9400 мен сіздерге қазір көрсетем. Мінеке бағана өздеріңіз көрдіңіздер ғой. 3870-ке алып келдім. Енді бір заказ 710 теңге болып қалды, қалғандары мінеке. 6 заказ 12 мың болып тұр ғой. 60-тан кезде мынандай. Мен сол Тарлан парк. Осы Киямен Тарлан паркпен орып жүрміз. Вертолетіміз бар, айналмайтын. Солай, 20 мыңнан асырып тастау керек срочно. Айтпақшы, бүгін күндердің төресі жұма күні екен. Жұма ниеттеріңіз қабыл болсын, дұғаларыңыз қабыл болсын. Иншалла сол жақсы ниеттеріңіз барлығы қабыл болып, жұмаларда кездесу нәсіп етсін. Міне, алыс заказ шықты, бірақ 2-7 километрге барып алуым керек. 11 минут подача. Басқа мол жоқ. Солай жұмыс істемесек, заказдар түспей қойып жатыр. Негізі мынандай неде? Мәке. Опера және балет театры. Жерде біреулер спорласып жатыр. Біз шығып кетейік. Машина алмай жатыр, ешкімді кіргізмеймін. Мені кіргіз деп тұр ғой. Пропуска жоқ, мені кіргіз деп тұр ғой. Жақты пробка болып жатыр. Кармашкан жоқ болған еще. Мен жақтамдаған бара алмай жатырмын.
Сағат 10:36 менде 8 тапсырыс 11.664. Осылай енді видео түсірейін десем, не шығып кетіп жатыр, заказ түсіп қалып жатыр. Қазір тоже может солай болып қалатын шығар десем, что-то түспей қойды. Достар, тағы бір жақсы жаңалық. Біз 5119 болдық. Мінекей. Қолдап, қуаттап, лайктарыңызды басып, подписка басып, комментарияларыңызды жазып кетсеңіздер, Құдай қаласа, бізде жаңа проекттер болады, жаңа видеолар, жаңа контенттер. Күтіңіздер, қолдаңыздар. Мына қараңыздар, короче, бұлай шығып бар ғой, мына жерге пешком бара салса болады. Бұлайна 250-300 метр шығады. Ал мен қазір айналып 1 километр жүрем. Қазір домой заказ алдық. 13 заказ, 16.000 теңге, әдемі. Қаншатыр. Достар, мен айтайын дегенім, мына машинаға заказ беріп, реклама жабыстырсаңыздар болады. Мынау 2 есікке, лобовойға, аржақ есікке деген сияқты. Можно капот. Осылай, достар, сіздерде қандай реклама бар, соның барлығын жабыстырамыз. Ол замена масла, мойка, S100, тағы не бар машинаға қатысты. Столовый, кафе, ресторан, любойын жабыстыра береміз. Негізі рекламный агентство болса, солармен бірге жұмыс істесек, әдемі болушы еді. Олар өздерінің барлық налог аноннан төлейді. Біз жабыстырып жүре береміз. Машина бірден бастап 10 машинаға дейін табам, Құдай қаласа. Заказ берем десеңіздер, мен астына номер қалдырам. Барлығын сол жаққа жазып сұрасаңыздар болады. Яндексте сөйлей беріп бар ғой. Қараңыздар, 12.44 менде. Ой, көрсетпейді екен ғой. 17.200. Құдайға шүкір. Жаман емес, енді түстен кейін нашарлап кетпесе, қазір біз жұмаға кіреміз, одан кейін, жұмадан шыққаннан кейін түскі тамақ ішеміз, одан кейін кішкене дем аламыз, одан кейін қайта жұмысты бастаймыз. Или жұмыстармен кетеміз. Бірақ мынаны 20.000-нан асыру керек. Құдай қалса 20.000-нан асырам, одан кейін басқа жұмыстарға көңіл аударатын болам. Осы барлығы сұрақ қояды ғой, біз линиядан шықсақ коэффициент көтерілемі деп. Мынау коэффициент не үшін көтеріліп жатыр, кім біледі? Мен айтайын сіздерге, қазір интернет дұрыс істемей тұр, қаланың барлық жері жанып тұр да. Азғантай болса да жанып тұр, мен 700 жанып тұр, барлық жерінде коэффициентпен аласыз. 300, 400, 500. Бір 700-ге дейін аласыз, алыс заказдар болса, может 1000-мен алып қаласыз. Бірақ барлық жерде жанып тұр. Бұл не үшін жанып тұр? Бұл коэффициенттің жанып тұрған себебі қазір көбісі неге кетеді? Жұма намазға кетеді. 70-80% жұма намазға кетіп қалады. 70-80% кетпейді. Примерно бір 60% кетеді. Соның өзінде осылай жанып қалады. Енді сіздер ойлаңыздар, всегда осылай линиядан шығып, заказ алып жүрсек, қалай көтеріліп тұрады? Хотя бы осындай 400-500 мен алуға болады да. Бірыңғай линиядан шығып жүрсек. Сол үшін бұлай таныстарыңыз болса, осы информациямен бөлісіңіздер. Линиядан шығып отырып жұмыс істейік.
Достар, осымен бүгінгі жұмысты аяқтаймыз. 19 күн ғана болып қалды. Бағана кішкене жұмыстармен жүріп қалдым. Енді мына видеоны тоқтатамыз, себебі ертеңге дайындаламыз. Қазір бұл видеоны монтаж жасаймыз, видео YouTube-қа саламыз деген сияқты жұмыс көп. Сол үшін қазірге тоқтатамыз. Одан кейін барлығын біткеннен кейін түнде тағы бір-екі жұмыс жасап көреміз. Себебі бүгін жұма, кішкене кешкісін жұмыс жасап көреміз, қалай болады екен көреміз. 19 мың табыс болды, 15 тапсырыс 19 мың болып қалды. Кішкене енді менікі келесі видеоларға дайындық, себебі келесі немесе одан келесі видеолар құдай қаласа жақсы бір осы видеолар сияқты емес, басқа бір кішкене осы салада тек қана басқа стильде, басқа неде шығады құдай қаласа, басқа контент. Соған дайындық, мына камераларды да соған алғанбыз, мына лобовойға жабыстыруым керек деген сияқты. Барлығы соған дайындық, сол үшін бүгін нені бітіреміз. Ал достар, мынау каналға тіркелмеген болсаңыздар, әлі де тіркеліп қолдап подписка басып кетіңіздер. Құдай қаласа, одан кейін мынау Тарлан паркеде акциялары болып жатыр. Оны барлығын описанияда қалдырам. Телефон номер, анау, мынау барлығын сол жерде қалдырам. Кіріп тіркелсеңіздер болады. Онда бір-екеуін айтып кетейін. 10 мың теңгелік бонусы бар жаңа тіркелгендерге, 2 мың теңгелік апта сайынғы 1,5-2 мың и тағы 2 мың теңгелік. Соң барлығын осы описанияда оқысаңыздар болады. Одан кейін бағанағы сұрақ қойып, Instagram арқылы сұрақ қойып, 10 мың теңге ұтып алу мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін дәл осы описанияда ссылка қалдырам, соған кіріп сұрақтарыңызды қойсаңыздар, сол жақтан бір ең жақсы сұрақты аламыз, соған 10 мың теңге береміз. Ал жақсы достар, келесі видеоларда және Астананың көшелерінде кездескенше рахмет барлықтарыңызға.